ойбай, дала күн жылып кетіпті ғой, короче. Так, не істейміз біз? На балконнан секіре салайын. Опа, все. Короче, так, не істесек болады біз? Ауылда жүріп, іш пісіп кетті. Давайте бір басқа бармаған жақтарға барып көрейік. Бір орманға ма барайықшы? Так, мына жақта орман бар ма? Давайте, короче, орманға барайық. Бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге дейді. Достар, бүгін біз, короче, мен бүгін что-то бір блог сияқты түсіргім келіп тұр. Себебі бізде видео шықпағаны көп болып кетті. Я видеоға көңіл бөле алмай жүрмін. Себебі мектеп дегенде қазір мектеп болғандықтан вообще мектеп тжб болып кетіп, солай вообще ютубқа көңіл бөлмей жүрмін. Енді алдағы уақытта демалыс келе жатыр. Сол кезде мені көптеген видеолар күтіңдер. Ал біз орманға кеттік. Достар, мен мынандай орманға келдім. И мен мына жақта типа әдемі нелерді, орманға не үшін келдік дегендер болса, типа әдемі нәрселерді, әдемі құстар бар дегенде сондайларды фотоға түсіруге келдім. Так, мен точно орманда жүрмін. Так, басқа да биомдарға баруға болады. Так, давайте біз нормальный нәрселер табамыз. Қараңдар, мен мынандай жер тауып алдым. Мынау березалар мекені және кәдімгі дубтар мекенінің қосылған таудың ортасында тура мен тұрмын. Әдемі жер. И давайте тағы басқа нәрселерді көрейік. Ой, мына жақтан өтіп кетейік. Так, бізде басқа не бар? Басқа орманда мен мынандай прям күшті нәрселерді кездестіремін ба дегем. Бір необычный нәрселер, Майнкрафтта таксире кездесетін нәрселер дегенде. Бірақ ондайлар жоқ екен. Так, біз не істейміз? Так, бізде басқа жақта дым жоқ па пока что? Ойбай, мынау лашық па, қараңдар. Мынандай. Ойбай. Достар, қараңдар, мына ішінде біреу отыр. Ойбай. Достар, қараңдар, мына ішінде біреу отыр. Жоқ? Кеп қалған ба? Мына ішінде біреу отыр. Короче, кім бұл? Ойбай. Мынау фу, үй сасып жатыр ғой. Мынау үйі ма или туалеті ма? Короче, барып көрейік. Ойбай. Ой. Достарынан қараңдар. Ей, тоқта, сен кімсің? Кімсің? Адаммын. Адаммын дейді. Жоқ, адамсың ғой. Фу, кетші. Дала түн батып жатыр. Кетсең кет. Ойбай. Сен бі сөйлеген? Жоқ. Енді кім? Құмаш, атыңды айтсай сонымен, кімсің атын? Менің атым жоқ. Атым жоқ деген не смысле? Вообще атың жоқ болсанда, никак атауға болмай ма сені? Жоқ. Енді мен сен бұл орманда не істеп жүрсің? Шай ішеміз. Ойбай, жоқ, ішпеймін. Достар, короче, мен мынандай біреуді тауып алдым. Мынау үйің, қане үйіңді көрейін? Фу. Әдемі ғой. Ойбай. Үйін білмеймін, мынау. Ну. Фу, достар, қараңдар. Ну, неге нормальный соқпадың? Мынау, берге жей. Мынандай ағаштар жақта тұрсын. Мынандай жаман үйде жақ соғыл. Ағаштарды хотя бы өндемейсің ба? Жывать етпейсің ба? Әдемі ғой. Білмеймін. Әдемі ма? Короче, сенің атыңды сен маған қарашы. Сен неге житель болғасың ба? Қараңдар, потому что, достар, смотрите, мынау негізі жительге ұқсайды. И анандай мынау көздерін қарасаңдар, төңкеріліп, ойбай, мына біреу талқылап кетіптім ғой. Короче, мен сені жынды житель дейін, давай. Давай. Ол қандай маған екен білесің ба? Жоқ. Ол, короче, ладно, мағынасын айтпай қойын. Эй, жынды житель. Короче, сен енді осы орманда қашаннан бері тұрсың? Фуй, жақындамашмын. Осы орманда қашаннан бері тұрсың? Кеше келгем. Ну, алдағы уақытта үй соғатын жайым бар ма, или осы үйде тұрасың ба? Осы үйде тұра беріп, әдемі ғой. Базар жоқ, әдемі екен. Так,
давай. Ну, не істейсің енді? Жаурамайсың ба, төсек керек емес па дегенде ғой. Жерге жатасың ба, либо? ұйықтамай. А? Мына ұйықтамағандықтан көзің қисайып кеткен ау, бергеш. Сен бір опасно жүгіресің бар ғой, бір адамды өлтіріп кететіндей. Сонда тұршы. Ладно, мен онда... Мен не істеймін енді саған? Тоқта. Мен кеттім. Тоқта. Не? Үйім ұнамай тұрма не? Ну, ұнайды деп айтамайым енді. Сен маған басқа үй соқып берсе? Мен ба? Я? Осяқа ма? Я? Мен саламайым. Соқсы. Ұнамайды дедің ғой. Ну, білмейм. Короче, достар, мынау маған үй соғып бер деп жатыр. Кім екен білмеймін. Никак бір непонятный адам жынды болып кеткен, бір психтанып кеткен. И бізге маған айтады, үй соғып бер дейді. Мынау үйін қараса, мынау үйге аяйсың да, типа. Ойбай, мынау мен естіп тұрма. Не қарап тұрсың? Қарағым келді. Ну, не істеп тұр енді. Ладно. Короче, соғып береміз ба? Бірақ соқпағанда аяйсың да. Қарандар, айдалада орман. Орманда анандай, тем более суық. Қазір көктем суық. И көктемде там инфекциялар жүреді, сол үшін ауырып қалу мүмкін. Давайте онда соғып берейік. Не болды? Соғыз ба не? Сен мен естіп тұрсың ба? Я? Мен саған естіме деген сияқты едім да. Білмей? Негіз памятың қалай? Бар. Бар ма? Хотя память бар екен сенде. Так, мен атымды сұрамайсың ба негізі? Кім а? Кім? Мен атым негіз Диди. Болады, таныс қойық. Жынды жетелмен. Я. Все, давай мен онда саған үй соғып берейін, я? Соқ. Прям, жестко айта салады екесіне соқтып. Көріп тұрғандарында мен үйін сындыр тастадық. И так, осындай мен қолыма блоктар алдым, но прям әдемі үй соғып бере аламын деп айтамайым. Ну, короче, тұруына болады. Не? Мен шошқа олай? Мен шошқа олай? Шошқа олайым деймісің? Сен шошқа жейсің ба не? Я? Шошқа жеуге болмайды, білесің ба? Білмейм. Қой. Бар, аулай бер, ладно, мен үйін соқ берін. Тем более кеш болып жатыр. Тем более дала түн болып жатыр. Давайте біз бұны сырас күн қылдырып жүрек. Қара, мен саған сиқыр көрсетемін. Қай? Қара. Талып қалса. Қай сиқыр? Айтам ғой, мен сиқыршымын. Сиқыршымыз біз. Бар, шошқаңды аулай берсе. Я? Ладно. Всегда. Не? Сен қаяқта тұрасың? Мен ба? Мен ютуб хауста тұрамын. Қыдай? Кәдімгі ютуб хауста. Ютуб хаус дегенде менде. Ол не? Ол менің үйім. Ютубтағы үйім. Қаш сен? Көмтеспесен, тыныш жүрсе. Чо? Мен апырса е? Ой. Қайға? Үйіне? Не істейсің мен үйімде? Жатам. Жатып не істейсің? Демалам. Демалып не істейсің? Ана шошқа жүр жөнінде. Жим. Короче, достар, анау прям көріп тұрғандарындай атына лайық екен, я. Атын мен рандомный ат қоя салдым оған, но атына лайық екен, оказывается. Мама папанды білесің ба, хотя? Бар ма не? Мен сенен сұрайын да, хотя бар ма? Білмейм. Енді сен ешкіммен араласпайсың ба сонда? Жануарлармен араласып, достарым бар ғой мен. Анау артында досың қарап тұр сенің. Бобик, қалайсың? Прям ат қойып алады екенсің сенің. Достар, мен мынау үйім біртүрлі болып кетті, вообще ұқсамай кетті. Ойбай, не істеді? Мынау қайда жүр? Ойбай. Қайда жүр мынау? Түспе. Ойбай. Не істеп жүрсің? Өліп жатыр.
Ей, қаш бар. Жынды. Жұмысы не бұл итте? Мынау талып қалды. Не істеді анау житель? Бір өліп қалған ба? Ей. Ой. Ей, жынды житель. Ей. Ойбай. Не? Ештеңе? Біздің керек ба? Жоқ. Мен үйін сала берейін, я? Үй салатсың ба не? Сен памятың жақсы деген сияқты едің да негізінен. Я саған үй салып беріп жатырмын мен. Жақсылық жасап жатырмын мен саған. Молодец. Аха, рахмет. Вообще бір... Кекерес. Не дейді? Вообще бір рахметі жоқ адам екесің да, я? Бір рахмет айтқан өзің де не то айтады екесің, я? Ит? Ноқады ит? Ол сені өлтірген ит жана. Достар, мен кішігірім үй сала салдым, бір үйдің шеттерін өзгерттім. Короче, жынды жителге, то есть бір үй салып бердім. Сундыққа тамақтарын салып бердім, кішігірім. Бір жететіне верстак қойып бердім, пеш қойып бердім, чтобы үй суық болмау үшін. И там мынандай верстак қойып қойдым, себебі сәл верстакты қолданып үйренсін дедім. И кровать өзі киімі байқадым, мен жасыл түсті екен, сол үшін жасыл түсті қойдым. И ковер төсеме қойықшы. Кішігірім бір анау үйінен тәуір үй. Анау ғана. Анауға кетіп қалды. Жаңа ғана жүреді бір. Әй, жетел, жынды жетел. Жынды жетел. Жетел, қайдан ау? Вообще жоқ қой. Ладно, келетін жар. Ой, мынау жүр ғой. Не істеп жүрсің? Кімсің? Мен жаңағы дедеймін. Үйін салып қойдым, вот. Сен үйін. Не? Жаман ғой? Жаман ғой. Вай де сен бірінші үйінен тәуір үй. Олай демейтін. Жоқ. Қайда үйім? Жоқ ол. Көріп тұрған жарсың, қалдықтары қалған енді. Өлем. Өлем. Мынау үй нормально кіріп көрсе? Зато сен үйінен қарағанда жылы, нормально. Не? Мені қара, мына жерде пеш бар, жаурамас үшін. Мына жерде верстак бар, верстакта көп нәрсені өңдей аласың. Верстак керек нәрсе, кроватьым бар, сундықта тағамым бар, тамақтарым бар. Жаурадым. Жаурадым. Бергеш? Жаурадым. Жаурадым дегенде не ғой? Жаурамадым. Не істеп жүрсің? Не істеп жүрсің? Жаурап жатырмын дейді. Тоқта. Ол үйге кірсе, үйде пеш жанып тұр ғой. Мені пеш жанып тұр ғой, пештің жанында отыр. Немесе... Бар екен ғой. Сен өтірік істей салады екенсің, негізінен. Мына от. Абайла жанып кетпе. Болдың ба? Мен кеттім онда. Кетпе. Неге? Мен барам. Қайқа? Сен ол үй қауып сенің ғой, Сен нормально үй соғып бердің ғой, жынды ма? Бір өзім тұрам ба? Болды, қал үйіне, кір болды, кір. Мен алып кет. Жоқ, кір. Мен алып кет. Ойбай, жоқ, алып кет алмаймын сені. Қара, нормально үй соғып берді, мен саған тастап кетпейтін жарсың. Алып кет. Жоқ, мен кеттім. Короче, достар... Жоқ, мен қашуым керек, надан. Бұл артымнан келмесе жақсы болар еді. Давайте қашып кетейікші. Алып кетейін. Анау айғайлап жатыр ана жақта. Ойбай, мен қақтан кебедім. Кел атқан есі, кет бар үйіне. Үй соғып бердің, қараш қандай әдемі. Короче, достар, мен надан қашуым керек. Давай, үйіне кірші. Үйіне кір. Түтін. Есігін жауып кетейін да, достар. Түтін. Қашып кетемін. Қашып кетемін. Есігін ашамай тұр. Есік ашуды ол білмейді әлі еще. Сон бәрін жөндеп бүйтіп қашып кетейін. Сол үйінде тұра берген жақсы. Көрдім, видеоны аяқтайық, атауын мен артынан тағы андып, бірдеңе қылдырып, анан қарасындырып тұрғанын. Кет бар үйіне. Короче, достар, осы жерден видеоны аяқтайық. Мынау жынды жетелмен жынды болып кететін жағдай жоқ. Сол үшін сендер арна түрге лайктарыңыз кетіңдер. Ал біз қашан